Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтуша. Мен бүгін сіздерге 2017 жылы шыққан комедия боевик жанрындағы Юния Копы фильмнің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Корей ұлттық полицей университетіне жақында ғана түскен студент отбасы жағдайына байланысты академия тегін болғандықтан осында түскен. Ол жерде жаратылыстану орта мектебінде оқып, өмірінде жаңа нәрсені байқап көргісі келген жаңа студент Кангпен танысады. Өздерінің отан алдындағы борыштарын өтеуге қатты ынталы болмағанымен, халыққа қызмет етеміз деп берген анттарына жауапкершілікпен қарайды. Оқып жүрген екеуі уақытша демалыс сұрайды, көңіл көтерулері үшін. Демалыстарын ала салысымен қаладағы әртістер, сұлу қыздар қаптап жүретін элиталық клуб аттанады. Бірақ қанша қыздармен танысуға тырысқандарымен бәрі сәтсіз. Олардың мамандығын естіген қыздар оларға менсінбей қарауда. Қалай актерлар мен бойз-бенд қатысушыларының қасында қыздардың шұбырып жүргенін көрген олар өз таңдаған мамандықтарына өкіне бастайды. Осылай жас жігіттер жолда кетіп бара жатқандарында сұлу қызды көріп қалады. Бір көргеннен ұнатып қалып оның артына түседі кездесуге шақыру үшін. Екеуі кім тұрғандарында кенеттен пайда болған бір көлік қызды ұрлап кетеді. Дереу көліктің артына түседі, бірақ көліктігін істеп оларға жеткізбейді. Жігіттердің 911-ге хабарласып болған жағдай туралы хабарлаудан басқа шаралары жоқ. Полицей бөлімшесіне де аттанады болған жағдай туралы хабарлау үшін. Алайда ондағы полицейлердің барлығы бизнес магнаттың ұрланған немересін іздеуге тартылыпты. Құртырғанымыз болмас деп тәжірибесіз екі жас полицей істі өз қолдарын алмақ. Оларға тергеудің 3 негізі бар деп үйреткен болатын: құрбанды тексеру, айғақ және қылмыс орны. Қалған негіздері қолдарында болмағандықтан 3-ші негізді, яғни қылмыс орнын тексерейік деп шешеді. Ол жерден қыз алып келе жатқан пакеттегі топокиді тауып алады. Пакеттің көлеміне қараған олар қыз тағы басқа біреулермен бірге тұрады деген байламға келеді. Бірақ қыздың мекен-жайы туралы ешқандай ілгек жоқ. Демек оларға топокиді сататын сатушыны табу қажет. Осылай сол аудандағы барлық топоки сатушыларын шарлай бастайды. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Үміттерін енді сөндіре бергенде дәл сол сатушыны тауып алады. Сатушыдан қыздың әдетте түн жарымында оралатынын, жол барысында осында жиі кіретінін біледі. Сонымен қатар қыздың жұмыс орнының мекен-жайын береді. Сөйтсе қыз күдікті бір орында құлақ тазалайтын салонда жұмыс істейді екен. Ішке кіруден қорқып тұр, өйткені оларды ұстап алатын болса академиядан шығарып жібереді емес пе? Қызды құтқаруға деген ынталары жеңіп тәуекел етеді. Пак сыртта бақылап тұратын болса, Канг ішке кіріп тергеу жүргізетін болады. Өзінің не мақсатта келгенін ұмытып кеткен Канг өзінің құлағын тазалаудан ләззат алуда, ал сыртта бірнеше полицей бұл орында тексеруге келеді. Онда жетіп барған Пак полицейлерді әдейі мазақтап қаша жөнеледі. Полицейлер қанша тырысқандарымен жас жігіттің шаңына да ілесе алмады, ал Канг болса қызбен қылымсып мәз болып жатыр. Өз-өзіне келіп іске кірісейін деп әріптесі жайында сұрайды. Осылай қыздың есімі Юн Чон екенін біледі. Қыздың мекен-жайын алып сыртқа шығып қашып бара жатқан Пактың артына ілеседі. Мекен-жай бойынша келген олар үйден бір құпиялы Юн Чонның досын кездестіреді. Кенеттен әлгі досы қаша жөнеледі, бірақ Канг академияда үйренген өзінің қабілеттерінің арқасында оны оңай ұстап алды. Оның телефонынан қыздың Гунхо есімді гангстерге сатылып кеткенін біледі. Ары қарай жігітке сұрақтар қою арқылы Гунхоны мейрамханадан табуға болатынын біледі. Ал ұрлап кеткен адамдар қызды қараңғы бөлмеде ұстауда. Онда белгісіз бір себептермен қыздың денесіне қандай да бір екпе еді. Ал мейрамхана болса өкінішке орай көптеген гангстерлер жүретін қытайлық кварталда орналасқан екен. Тіпті полицейлердің өзі ол кварталдан қатты қорқады. Діттеген жерлеріне жеткесін Гунхоға хабарласады, оның қайсы екенін анықтау үшін. Қызығы олар қоңырау шалып дауыссыз режимге қоюды ұмытып кетеді. Осылай Гунхо оларға қайта қоңырау шалған кезде телефонның рингтоны шырылдай жөнеледі. Екі тарап төбелесе кетеді. Олардың көптігіне қарамастан екі жігіт оларды жер жастандыра алды. Гунхоны жерге жатқызып алған олар одан қыз туралы сұрауда. Бірнеше уақыттан кейін Юн Чон ұстаулы жерге келеді. Қызығы онда Юн Чоннан бөлек тағы да басқа қыздар бар екен. Сөйтсе ұрылар қыздарға аналық тұқым жасушаларын өсіретін екпелерді егеді екен. Қызды тауып алып оны ауруханаға апарып, мұнда полицейлермен оралмақ, қалған қыздарды құтқарып қалу үшін. Алайда олардың алдында гангстерлердің басқа мүшелері пайда болады. Бұл жолы сәттілік екі жігіттің жағында болмай, олар әбден таяқ жейді. Кейін екеуін ілмекке жалаңаш күйі іліп қояды. Оянып кеткен ол ілмектен оңай босай алды. Бұл жолы ол жерден гангстерлердің көптігіне қарамастан сәтті құтылып кете алды. Екеуі дереу полицей бөлімшесіне асығады. Қырсыққанда өздерінің төлқұжаттарын әлгі орында айырылып қалғандықтан полицейлерге өтініш қалдыра алмайды. Ар жақта адам өмірі қыл үстінде тұр, ал сен қандай да бір төлқұжатты сұрайсың деп Пак полицейге дауыс көтере бастайды.
боқмұрындардан сөз естуге намыстанған полицей оларды электрошокермен ұйықтатады. Осылай ертесіне екі жас жігітті академиядағы профессорларды алып кетуге келеді. Канг профессорға өздерінің тапқан айғақтарын көрсетеді. Профессор жол барысында гангстерлердің бұл кәсібін жігіттерге түсіндіріп береді. Сөйтсе олар қыздарға екпе егу арқылы қыздардың тұқым жасушаларын жинап, оларды донерлік тұқым жасушасы ретінде сатып пайда көреді екен. Ал әлгі екпе арқылы айына 20 аналық тұқым жасушасын өндіре алады. Демек бұл гангстерлерге өте тиімді. Осылай олар әлгі орынға келді. Өкінішісі қыздарды бұл жерден алып кеткен. Полицейлер басқа ірі істермен айналысып жүргендіктен бұндай нақты айғақтары жоқ істі тергеуді бастай алмайды. Канг көлік нөмірін біледі екен, бірақ ол базада тіркелмеген. Демек олар өздері бейнебақылаудағы таспаларды тексеріп шығу керек. Екі жігіт профессордан өтінуде, бізге бұл істе көмектесіңізші деп. Бірақ профессор бұл іске бас қатырудан бас тартып оларға бұл істен аулақ жүріңдер, әйтпесе академиядан шығаратын боламыз деп ескертеді. Академияда қаладағы бейнебақылауларға рұқсаты бар инструктордан көмек сұрайды. Инструктор олардың өтінішін орындауға дайын, бірақ бұл процесс кемінде күн, тіпті кейде апталар алуы мүмкін екенін айтады. Нәтижені күтіп жатырған олар уақытымызды бос жібермек деп келе жатқан гангстерлермен айқасқа дайындала бастайды. Бірнеше уақыттан кейін оларға нәтиже келеді. Инструктор ондай көлікті қиылыста 2 рет көргенін және көліктің қандай да бір клиниканың логотипі бейнеленгенін айтады. Ары қарай клиника туралы мәлімет іздеген олар клиниканың 2 күннен кейін ашық болатынын біледі. Ал клиникада дәрігер өздерінің пациенттермен сөйлесуде. Сөйтсе, ұрланған аналық тұқым жасушалар осы клиникаға әкелініп пациенттерге сатылады екен экстракорпоральдық ұрықтандыру үшін. Сонымен қатар ұрылар тек әдемі қыздарды ұрлап кетеді екен, өйткені олардың тұқым жасушаларының гені клиенттер арасында сұранысқа ие. Олар күткен күнде келді. Өздерінің академиядан шығып кету қаупіне қарамастан, олар қыздарды құтқарып синдикатты құрықтау үшін бәріне дайын. Сол күні клиникаға барып гангстерлерге қарсы тұрады. Жағдай олар үшін оңып тұрған жоқ, өйткені қарсыластарының саны олардан бірнеше есе көп емес пе. Бірақ бұл жолы екеуі жақсы дайындалып келген, сондықтан гангстерлерді кезекпен-кезек ұйықтатуда. Жоғарыға шығып бара жатқандарында олардың алдында гангстерлердің бастығы пайда болады. Гангстерлердің бастығы төбелес өнерінің шебері секілді, екі жігітті кезекпен-кезек ұруда. Қыздарды құтқаруға деген ынтасының арқасында екі жігіт қанша соққы алып құласа да орнынан қайта-қайта тұруда. Уақыт өте келе екеуі басымды қыла бастайды. Осылай оны жеңе алғасын ота жасалынып жатқан бөлмеге басып кіріп Юнчонды құтқарып қалады. Ал одан кейін сонда жатқан басқа қыздарды. Болған оқиғалардан кейін академияның бастықтары өздерінің студенттеріне қандай шара қолданатындарын талқылау үшін жиналыс ұйымдастырады. Жиналысқа қатысып жатқандар екіге бөлінеді. Алғашқылары оларды академиядан шығару керек десе, екінші жақ оларды жасаған ерліктері үшін марапаттау керек деп есептейді. Сонда отырған профессор студенттерді мақтап, олар академияның түлектері үшін үлгі. Өйткені олар азаматтарды өз өмірлерінен жоғары қойып тұрғанын айтып береді. Бірақ соған қарамастан олар өз міндеттерін орындағысы келмесе академиядан қуу керек екенін қосады. Соңында Пак пен Кангты бұйрықты орындамағандары үшін жеңіл жазалайды. Бірақ осы істерді салған күштер үшін өз құрметтерін көрсетуді де ұмытпайды. Есіне келген Юнчон өз құтқарушыларына келеді, өз рахметін білдіру үшін. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.